Сәлеметсіздер ма, экран алдындағы көрермендер. Аскиу нота музыкалық байқауына біз Қазылан өнер тобы Айжан Тәлімгердің аспаптауындағы ықылас дүкенұлының жезгиік күйін алып келіп отырмыз. Жезгиік күйі қазақ ұлтының қобыз аспаптарында кең таралған күйлердің бірі. Қазақтың көнөрі, шұғылалы мәдениет тарихымыздың айғағы, рухани өміріміздің жауһары, атадан балаға жалғасып келе жатқан осы асыл қазыналарымызды шайқатпай, ірі тұлғалардың рухын жаңғыртуға, асыл мұраларына мұрагерлік етуге, кейінгі ұрпақтарға насихаттауға біз борыштымыз. Кезекте ықылас дүкенінің күйі жезгиік. Қабыл алыңыздар. Армысыздар құрметті өнерсүйер қауым және де әділ қазылар. Мен Бағдел Мәденұлы. Алтай аймағы Көктал ауданынан. Осы реткі Аскиу музыкалық байқауына ала келіп отырған күйім Ерлан Ысқақұлы ұстаздың ғасырға жуық күйі. Автор өзінің Жоға топырағына деген сүйіспеншілігін, махаббатын білдіреді. Бұл күй екі мазмұнды қамтиды. Бірінші бөлігінде отанымыздың құрыштай шыныққан әскерлерінің көздерінен от шашқан қаһарлы бейнелер және де парадтан өткен кездегі айбарлар, жігерлі көркем көріністер суреттеледі. Екінші бөлігінде еліміздің ғарыштап дамып алдыңғы ірі мемлекеттермен үзеңгі тіресіп, экономика, ғарышқа ұшу саласында жан-жақтылы жеңістерге жеткендігі. Автор көмірлі күй ретінде қасиетті қара домбыраның көмейіне түсірген. Бұл күй ортасында өзгеретін күрделі қағыстары бар біршама күрделі шығарма. Күйдің бірінші бөлігі G минорлы 8/6 өлшемде, күйдің екінші бөлігі 4/2 өлшемде G минорлы қалыппен басталып, G мажорлы қалыпқа өзгеріп, сарында естіген құлаққа біршама ұнамды, адамға жігер беретін күй. Төменде сіздердің құрметтеріңізге Ерлан Ысқақұлының ғасырға жуық күйі. Қабыл алыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Менің таңдап алған шығармам тәлімгерім Ерлан Ысқақұлының күйі «Ғасырға жорық». Бұл күйдің келу тарихына қысқаша тоқталып өтетін болсам, күй жалпы 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде автордың айтпақшы болған ойы, біз әрине Чунхо топырағында жасап жатқаннан кейін отанымыздың әскери сабының ерекшелігін, әскери парадтан өткендегі қаз қатардай тізілген реттілігін, құрыштай шыныққан, мұз қаруланған әскерлердің көздерінен от шашып, жүріп келе жатқан айбынды бейнелерін баяндайды. Екінші бөлімінде отанымыздың ғылым техника жағынан, экономика жағынан, дамушылық жағынан, ғарышкерлік жағынан аспан кемелерін жасап, ракета жасап көзге түскен әлем бойынша алдыңғы дамыған мемлекеттердің қатарынан екендігін мақтанышпен жырлайды. Бұл күй маған сол жағынан әсер етті. Қазір бұл күйді тыңдау барысында өздеріңізде сол бір көріністі елестетесіздер деген үміттемін. Күй аңызы қоңыр. Бірде қоңыр төре өзінің бой жетіп отырған қызының жасауын келтіру үшін Алтынбек зергерді арнайы шақыртып, жаз бойы зер бұйым жасатады. Алтынбекпен бірге ер жетіп қалған немересі Ықылас еріп келеді. Жай еріп келмейді. Жасы ұлғайып қалған атасының бірде көрігін басып, бірде көмірін тасып, қолғабыс тигізеді. Қоңыр төренің қызы өзіне арнайы зер бұйым жасалып жатқан соң күн сайын ұстаханаға келіп, бірде саусағын,
енді бірде білегін өлшетіп кетіп жүреді. Сөйтіп жүріп ықылас екеуі жақсы танысып, сөздері жарасып, бір-біріне көңілдері құлайды. Әсіресе ықылас тұңғыш рет бозбалалық сезіммен құлай беріп, жан дүниесі жалынға оранғандай күй кешеді. Оның үстіне қоңыр төренің қызы атастырған жігітіне салқындау болса керек. Бұл да ықыластың қабырғасын сөккендей жүрегін сыздатады. Аз уақытта танымастай өзгеріп, мұңая тұйықталып, жалғыз ғана қобызымен сырласқандай ертелі кеш күй шалады. Мұның бәрін зерек атасы Алтекең сезіп жүреді. Немересінің уыз сезімін аяп, іштей күйзеледі. Бірақ амал бар ма? Содан күндердің күнінде төре қызының зер бұйымдары да жасалып бітеді. Қоңыр төре мейлінше риза көңілімен: «Алтеке, қолың құтты болсын, мынау қолмайың» деп алдына 2 үйір жылқы салады. Сонда Алтынбек алғыс айта отырып: «Көңілің зерек, құлағың түрік төресің ғой, баламның күйін тыңда» деген екен. Мұнысы төремен сүйек боламын деп дәмелесіп, зор айтпаса да, екі жастың бір-біріне ынтық сезімін емеурін еткені еді дейді. Қоңыр төре бұл емеурінді түсінеді. Түсінбегенде ше, атасы ек қағу мұң екен, ықылас жаз бойы жас жүрегіне жұбаныш болған күйін лекте шалып жөнеледі. Сырты сұлу, тың сарын естір құлақты елең еткізіп, жүрдек ырғағына еліктіре үйіріп жөнелгенімен, күй астарындағы мұң сезім жүректі шымырлатып сығымдағандай болады. Сонда қоңыр төре де іштей мұжылып, өзінен өзі шөгіп, үн-түнсіз отырып қалған екен. Ықыластың әйгілі қоңыр күйі осы қоңыр төреге арналып еді.
华人沈莎老师，我在美国加州，预祝 SQ Note 音乐节比赛顺利举行，圆满成功。
mattina. Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e va. C'è chi crede in te, non ti arrendere. Il sole alto già ti chiama e qualcosa in te già trema. Metti le ali al bambino che c'è in te e morirà. Amo, credo e so che per vincere tu dovrai vincere. Ama, credi e vai, e tutto in quell'attimo guarda avanti e non voltarti mai, acquerezze con i sogni tuoi, le tue speranze poi, verso i giorni che vera c'è un traguardo amo, credo e so che per vincere tu dovrai vincere. Ama, credi e vai, e tutto in quell'attimo troverai, non arrenderti. Qualcuno è con te. Ama, credi e vai, non voltarti mai, e per vincere dovrai vincere.